Сәлем достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Айтөре, мұнда қара. Привет. Бера. Айтөре екеуміз үйдеміз, тамақ істеп жатырмыз. Айшаның самый любимый тамағын жасап жатырмын. Котлеты, гарнирге гречка. Одан кейін Айша келеді, тамағын ішеді, содан кейін биге алып барамын. Бүгінгі күн осылай басталды. Сағат 6:30-да тұрғанбыз. Содан кейін жатпадық, Айшаны сабаққа жібердік, шайымызды іштік. Одан кейін тамақ жасауға кірісіп кеттім. Мына жақта котлет қуырып жатырмын, ол пергаментный бумага ғой. Сол кезде қараңыздар, шашырамай осылай піседі. Пергаментный бумагамен осындай лайфхак көріп қалған, соны жасап жатырмын. Міне мына жақта дайын болған котлеттерін отырған манный каша ғой мен. Онда еш нәрсе қоспаймын, нан да қоспаймын. Осындай кішкене манный каша қосып жіберемін, соус. Кішкене шығып тұр ғой. Котлеттерім осындай, жаңа варенье типті. Көбінде котлеттерді духовкада пісіруге тырысамын, майлы емес, қуырылған емес қылып жасауға. Бірақ та Айшаның самый жақсы көретін ол қуырған ғой. Және бауырдан котлет жақсы көреді. Сол бүгін қуырып жасап берейінші дедім. Постоянно духовкада пісіремін ғой, диетический қылып. Өйткені қазір балалардың өте толу деген сияқты көп болады ғой. Олар чипсы, кирешки жейді. Солар неше түрлі тәттілер жейді. Біздің кезімізде жейтін тәттілердің түрі де аз еді ғой. Бір сникерс алып келсе, оны қасында бауырымен бөлісіп жейтінсің. Қазір каждый баланың басына чипсы, каждый балаға шоколад. Содан кейін де біз ол кезде сондай бауыр өтіміз толу деген сияқты проблема болмаған шығар деп ойлаймын да. Мұнда гречка. Мына гречкаға жақсылап жудым да, содан кейін тұзын салдым, содан кейін сары май салдым. Вот, сумен қайнап жатыр. Достар, ойламаған жерден бізде қазір ғана өте қатты жер сілкінісі болды Алматыда. Мына столдың шетінде тұрған конфетницам құлап сынып кетті. Балалар қатты қорқып қалды. Бұл жолы 5 балдан асқан сияқты. 5-6 бал болды ма. Сомен қорқып қалдық, папамыз келді. Үйде жоқ болатын. 2 рет жер сілкінісі болды. 2 рет папамыз үйде болған жоқ. Сомен тез-тез тамағымызды ішіп алып, сыртқа шығып кеттік. Сыртта жүрсек, үйге 17-ші этажда тұратын туысқан нағашы әпкем келемін деді. Сомен шай дайындап, ол кісілерді күтіп алып, үй жақтағы Магнумға барып, кішкене балаларға фрукты, сондай бір нәрселер алып қайттық. Үйге келіп, қайтадан қалаға шығып кеттік. 8 наурыз жақындап қалды. Қызым өзі ақша жинаған болатын копилкаға 40 000 теңге. Сол өзі бір қалаған аспабын алып берейік дедік. Негізі синтезатор алғысы келген осындай. Бірақ бұның бағасы өте қымбат екен. Жинаған ақшасы жетпейді екен. Ол үстіне ақша қосып біз алып берейік десек, оны самостоятельно өзі интернетте қарап үйренуге әлі ерте қиынырақ екен. Сол себепті біз осындай кішкентай гитара сияқты укулеле деген аспап алып бердік. Анна Швец деген қыздың өзінің авторлық шығарған осындай укулелесі екен. Сол себепті кішкене қымбаттау екен. Алена Швец қателесіп кетіппін. Басқалары болды 15 000-нан 14 000-нан жоғары. Біз 32 000 теңге тұратын осы Алена Швецтің авторлық өзінің гитарасын таңдап алдық. Укулелесін қателеспесем, ол Украинаның ұлттық аспабы болып табылады. Қызыма өте қатты ұнады, енді үйреніп кетсін.